Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бүгін ең қиын сұрақтарды талқылаймыз. Жаңа сұрақтар келіпті мында. Сондықтан достар, осы YouTube каналына тіркеліп қойыңыздар. Және де осы YouTube каналында астында сілтеме болады. Осы сайтты өздеріңіз сатып алуларыңызға болады. Және де өздеріңіз тіркеле алмай жатсаңыздар, онда менің WhatsApp номеріме хабарласыңыздар. Сіздерге скидка болады. 2 айға 4500 теңге скидка. Жақсы, бастайық. Көрсетілген белгілердің қайсысы шлагбауммен жабдықталмаған теміржол өткеліне жақындағаны туралы ескертеді? Әрине, өте оңай сұрақ. Ол бізде екінші белгіміз шлагбаумы жабдықталмаған болып саналады. Екінші сұрағымыз: жаяу жүргіншілер өткелінен кейін кептеліс болса, қандай аялдау керек? Енді қандай жерде аялдау керек? Бірінші, жаяу жүргіншілер болмаған кезде жаяу жүргіншілер өткелінің үстінде дейді. Енді әрине ол жерде тыйым салынады. Тікелей жаяу жүргіншілер өткелінің алдында дейді. Осы екінші жауабы ол дұрыс болып келеді. Үшіншісін оқиық. Жаяу жүргіншілер өткеліне дейін 10 метр жерге дейді. Жоқ, біздің жауабымыз ол Б болатын. Көліктерге, тротуарларда немесе жаяу жүргіншілер жолында жүруге рұқсат бар дейді. Енді ойлаңыздаршы өздеріңіз, көлікпен, тротуармен жүруге рұқсат бар дейді. Ал енді рұқсат етілген, тыйым салынған дейміз. Енді үшінші жауабы дұрыс болып келеді. Тротуарда немесе жаяу жүргіншілер жолдарының жанында орналасқан сауда және басқа да кәсіпорындарға тауарларды жеткізу кезінде басқа кіру жолдары болмаған жағдайда ғана рұқсат. Жауабымыз С. Осындай да сұрақтар келеді. Сондықтан мұқият қараңыздар. Ұзақ демалу немесе түнеу мақсатында елді мекеннен тыс жерде тұрақтауға рұқсат етіледі. Жолдың жиегінде, жауабы, соған арналған арнайы орындарда, жолдан тыс жерлерде 3-2 дейді, немесе 1-2 дұрыс жауап болып келеді. Әрине, ол бізде 2 мен 3, сондықтан жауабымыз бізде Д болады. Міне, соған арналған арнайы орындарда, ол П деген әріп болады, тұрақтың белгісі, сол жерде сіздер ұзақ уақытқа түнеу мақсатында рұқсат етіледі аялдауға. Және де үшіншісі жолдан тыс жерлерде. Келесіне көшейік. Елді мекеннен тыс жерде өзінің аялдамасынан қозғалысын бастайтын маршруттық автобус жүргізушісінің әрекеті. Енді білеміз, елді мекенде автобус аялдамасынан жүрісін бастағанда біз әрине жол беру тиіспіз. Ал егер де елді мекен тыс жерден автобус жүрісін бастаса, ол жол беру тиіс басқа көліктерге. Сонда жауабымыз бізде басқа көліктерге жол беруге міндетті дейміз. Дұрыс жауап. Сондықтан сіздер жауабын толықтай оқыңыздар. Елді мекенде ме, әлде елді мекен тыс жерде ме? Келесі медициналық сұрақ келді. Қан тоқтататын жгутты қолдану уақыты дейді. Енді оны білеміз, жаздың күні 1 сағат, қыстың күні 30 минуттан аспайтын уақыт. Сондықтан жауабымыз А болады. Тежегіш жүйесі жұмыс істемейтін көлік құралын сүйретуге рұқсат етіледі ме? Егер бұл көлік құралының нақты массасы сүйретуші көліктің нақты массасынан жартысынан асса дейді. Әрине тыйым салынады. Көлік құралын сүйреуге тыйым салынады егер де тежегіш істемесе, немесе руль дөңгелек істемесе, және де алдыңғы көліктің салмағы артқы көліктен аз болса, онда тоже сүйреуге тыйым салынады. Жауабымыз Б дейміз. Берілген жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне аялдауға рұқсат етілген бе? Енді қараймыз, қиылыста әрине аялдауға тыйым салынады.
егер де қиылысымызда мында тұтас сызық таңбасы болса, онда рұқсат етіледі. Бірақ үзік сызық болса, қиылыстан кейін сіздер 30 метрден кейін ғана барып аялдауларыңызға рұқсат етіледі. Сондықтан жауабымыз тыйым салынады дейсіздер. Жүргізушінің реакциясының уақытына алкоголь қалай әсер етеді? Жүргізушінің реакциясының уақыты ұлғаяды, жүргізушінің реакциясы уақыты қысқарады, жүргізушінің реакциясы уақыты әсер етпейді. Біздің жауабымыз мында А болады, ұлғаяды дейсіздер. Осы таным белгісін қандай көлік құралдарына орнатылады? Ол бірінші және екінші топтағы мүгедектер басқаратын немесе осындай мүгедектерді тасымалдайтын көлік құралдарында болады екен осындай белгі. С болады жауабымыз. Жеңіл автомобиль жүргізушісіне қиылыста кері бұрылысты орындауға рұқсат етіледі ме? Енді белгіге қараңыздар достар. Мұнда бізде кері бұрылуға тыйым салынады деген белгі орнатылып тұр. Бұл белгінің қолданылу аймағы ол бізде қиылыстың бөлігі болып келеді. Мұнда қиылыстың бір бөлігі. Осы қиылыстың бөлігінде сіздерге тыйым салынады бұрылуға, кері бұрылуға. Сондықтан жауабымыз тыйым салынады деп жауап бересіздер. Мопед жүргізушілеріне солға немесе кері бұрылуға тыйым салынады. Тек трамвай қозғалысы бар жолда жүргенде, тізімде көрсетілген екі жағдайда, тек сол бағытта бірнеше қозғалыс жолағы бар жолда жүргенде дейді. Әрине, жауабымыз бізде Б болады. Тізімде көрсетілген екі жағдайда да. Трамвай жолағы біздің сол жағымызда болса, мопедпен солға кері бұрыла алмаймыз, және де бірнеше жолақ болса, мұнда екіден жоғары жолақ болады, ол уже тыйым салынады. Бір жолақ кезінде рұқсат етіледі. Сондықтан жауабымыз бізде Б. Құрметті достар, осы YouTube парақшаға тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, және де осы тест алғыларыңыз келсе, описанияда сілтеме бар, сол арқылы тіркелулеріңізге болады. Тіркеле алмай жатсаңыздар, WhatsApp-қа жазыңыздар. Сіздерге скидка болады, 2 айға 4500 теңге осы тест. Негізгі бағасы 9000 теңге. 50% скидка сіздерге достар. Жақсы, осы каналмен бірге болғандарыңызға өте қуаныштымын. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар.